Қарлығаш әулие. Төле би ел арасында Қарлығаш әулие атанып кеткен екен. Жоңғар шапқыншылығы кезінде ел үдере көшіп, ауылдар босып жатқан шақ еді. Жұрттың бәрі бас сауғалап кеткенде, бір ғана шаңырақтың түтіні өшпепті. Ол Төле бидің үйі еді. Мұны көрген жоңғар қонтайшысы таңырқап, «Бізден қорықпай отырған бұл кім?» деп жасауылдарын жұмсайды. Үйге баса көктеп кірген жау сарбаздары дөрекі дауыспен «Неге көшпедің?» деп дүрсе қоя береді. Сонда Төле би саспастан ғана «Әуелі амандық сұрасып алған дұрыс болар» депті. Үй іші тым-тырыс. Сәлден соң би көшпей қалуының себебін айтады. «Биыл шаңырағыма қарлығаш ұя салған еді. Ұясында қанаты қатпаған балапандары бар. Елмен бірге көшемін деп, сол бейкүнә тіршілік иелерін шырылдатып кеткім келмеді. Жау келдікен деп, бір ұяны бұзуға менің жүрегім дауаламады. Ал сендер бір елдің шаңырағын ортасына түсіріп, бала шағасын зар жылатып жүрсіңдер. Егер сендердің де үйлеріңді ойрандап, сәбилеріңді шырылдатса, жандарың ауырар ма еді?» Төле бидің бұл сөзін естігенде жоңғар қонтайшысы үнсіз қалыпты. Аз үнсіздіктен кейін «Мынау әулие адам екен» деп басын иген екен. Содан кейін әскерлеріне «Бұл шаңыраққа да, мына ауылға да тиіспеңдер» деп бұйырыпты. Содан бері Төле биді Қарлығаш әулие деп атап кеткен екен.